Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін сіздерге iWeaver AI платформасын таныстырғым келеді. Әсіресе осы платформаның орыс тілін оқытудағы жаңа мүмкіндіктері мен артықшылықтары туралы бүгін сіздерге толықтай айтып беремін. Бұл платформаны табу үшін ең алдымен біз кез келген браузерге өтіп iWeaver деп жазамыз және ең бірінші шыққан сайт бойынша кіреміз. Бұл сайттың басты ерекшелігі оның ұсынып отырған құралдарында деп айтуға болады. Өйткені мына жоғарыда жазылып тұрғандай AI Summary, AI Mind Map, AI Agents, осының барлығы бізге орасан зор қызметтерді жасап бере алады. Кез келген видеоны қорытындыға айналдыра алады, кез келген материалды немесе жай ғана тақырыпты интеллект картаға айналдырады, немесе кез келген сіздің сұрағыңыз бойынша ол анализ жасап бере алады. Барлығы да әп-сәтте орындалатын қызметтер деп айтуға болады. Және ең бірінші, бұл сайтқа кіру үшін логин батырмасын басамыз және сол арқылы тіркелуге болады. Бұл жерде өзіміздің Google аккаунтымызбен немесе почтамызбен немесе Twitterмен тіркелуге болады. Почтамен тіркелгенде бізге жай ғана почтамызға растайтын код келеді және біз соны жазу арқылы тіркеле аламыз. Әрі қарай бұл платформаға кіріп біз әртүрлі қызметтерді орындауға болады және оның барлығы жасанды интеллекттің жасауы арқылы өте тез әрі өте толық жауапты ала аламыз. Мысалы, біз мына жерде қазір интеллект карта жасап көрелік. Жасанды интеллект арқылы мен жай ғана осы жерге тақырыбын жаза саламын, Mind Map Generator, және сол жерге тақырыбын жазған кезде маған сол тақырыптың өзі ғана, бір сөздің өзі ғана жеткілікті оның толықтай жауап беруіне. Қазір күтейік. Мен глагол деп жаздым осы жерге және сол бойынша қандай ақпарат шығарып береді, қандай интеллект карта жасап береді екен, соны қарайық. Міне өздеріңіз көріп отырғандай өте толық мәлімет береді және оның барлығы біздің оқу бағдарламасына сай деп айтуға болады. Байқасаңыздар, өте қысқа уақыт аралығында жасалды. Бұл біздің сұрауымыз бойынша тапсырма интеллект карта. Міне көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде барлығы толықтай берілген. Орыс тіліндегі глаголдың барлық сипаттамасы, қалай қолданылу керектігі, барлығы көрсетілген. Және осы жерде біз интеллект картаның түстерін өзгерте аламыз, форматын өзгерте аламыз, керек емес информацияны алып, керек информацияны қосуға болады. Және бұл интеллект картаны оңай сақтауға болады. Сізге қандай форматта керек? PDF форматта болса PDF-ті басамыз және бізге бірден жүктеледі компьютерімізге және оны бірден аша аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай бізде дайын интеллект карта. Егер де бізге осындай толықтай жауап керек болса, біз осы қызметті қолдану арқылы жасанды интеллекттің көмегімен осындай материалды жасауымызға болады өте қысқа уақыттың ішінде. Енді бұл платформаның мүмкіндіктеріне келетін болсақ, міне көріп тұрғандарыңыздай бұл жерде егер маған тапсырманың форматы iWeaver жасаған секілді болғанын қаласам, онда мен соны таңдаймын. Егер де GPT-дің форматын таңдайтын болсам, GPT-дің форматында маған жазып береді. Не болмаса Grok платформасы арқылы да жасап бере алады. Барлық жасанды интеллекттің тоғысқан жері осы iWeaver деп айтуға болады. Енді қолданылу аясы бағасына келетін болсақ, бізге күніне 3 мүмкіндік береді. 3 мүмкіндікті біз бір күнде қолдана аламыз жасанды интеллект үшін. Ол әртүрлі материалдар болуы мүмкін. Кейбір материалдарды жасауға шектеу болуы мүмкін, ол әрине ол материалдың қиындығына байланысты. Ал ақылы түрде алғымыз келсе, біз шектеусіз жұмыс істей аламыз. Ол егер бір жылға алынатын болса, онда бізге шамамен $17 шығады. Ал егер де біз оны бір жылға бірден төлемей, айына бөлек-бөлек төлейтін болсақ, онда кішкене бағасы көтеріледі деп айтуға болады. Бұл платформаның беретін артықшылықтары және ұсынатын қызметтеріне қарайтын болсақ, бұл өте тиімді баға деп айта аламын. Жалпы видео сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Назарларыңызға үлкен рахмет.